1959 жылы зерттеу жұмыстарының нәтижесінде анықталған. 1968 жылы пайдалануға берілді. 2000 жылы бұл кен орындары атақты геолог Салтанат Балғынбаев есімі берілді. Жаңаталап кен орны аудан орталығында оңтүстік-батысқа қарай 10 км жерде орналасқан. 1974 жылы кен орны пайдалануға берілді. Абай мектебі бұл оқу орны облыстың қазіргі заман үдерісіне сай үлгідегі білім ұяларының бірі. Абай мектебі негізінен 1984 жылы қаланған. 1984-1987 жылы директоры болған Надежда Капитолақызы Құрманғалиева. Қазіргі уақытта мектеп 2001 жыл 16 желтоқсанда пайдалануға берілген. Типті жобадағы 3 қатарлы ғимаратта орналасқан. Бұл мектеп алғашқы жоба бойынша 2 қабатты болып салынып жатқанда, ауданға іс-сапармен келген Қазавойл ұлттық компаниясының президенті Нұрлан Балғынбаев қосымша қаражат бөліп 3 қабатты мектеп болып салуына